Менің дәмтат каналыма қош келіпсіздер. Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздермен өте керемет бәліштің, яғни алмалы бәліштің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге осындай заттардың барлығын дайындап салып алуымыз қажет. Мына жерде байқасаңыздар, ұн мен қопсытқышты осылай бөлек салып алдым. Және де мынау майымыз бен сүтімізді отқа қойып, қазір қатты қайнағанға дейін газға қоятын боламын. Бірінші жұмыртқамызды осылай қантымызбен бірге әбден аппақ болып көпіргенше араластырамыз. Яғни біздің майымыз бен сүтіміз газда қазір қайнағанша тұруы керек. Міне өте қатты ысыды. Және де оны шетінен миксерлеп жатқан кезде ақырындап қосып өстіп араластыратын боласыздар. Бірден салып жіберсеңіздер, жұмыртқаларыңыз пісіп қалады да қамырларыңыз дұрыс шықпайтын болады. Онды да шетінен жайлап өстіп 2 бөліп немесе 3 бөліп өстіп араластырасыздар. Қамыр тым қатты қою болып кетсе, пирогтарыңыздың ортасы қатты тығыз болып қалады. Тым сұйық болып кетсе, ол пирогтың ортасы дұрыс піспей қалады. Міне дәл осындай қамыр болуы керек. Осындай қоймалжың түрдегі қамыр, тура қамыр болып шығады. Және де мен мына жерде алмаларымды турап дайындап қойған болатынмын. Алмаларды осындай әдемілеп турап дайындап қоясыздар дағыны. Сәл егер қарайып кетеді десеңіздер, лимон шырынын қосып қоясыздар. Сол кезде алмаларыңыз қарайып кетпейтін болады. Мына жерде менде 26-лық диаметрлі форма, 24-лікке де пісірсеңіздер болады. Мен бұны тапсырысқа дайындап жатқандықтан мен сіздерге ортасын бөліп көрсете алмаймын. Және де мына жерде қалай сәндеу керек екендігін қазір сіздерге көрсететін боламын. Осылай роза тәріздес етіп гүлдеп шықтым. Мына пирогым дайын болды. Әркімнің өз духовкасына байланысты. Осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өте керемет пирог болып шығады. Барлықтарыңызға кеңес беремін.